Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тіл сабағы 44-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз сөйлем. Ең алдымен каналға жазылып алыңдар. Бірінші жаттығу: өлеңді тыңда. Наубайхана. Наубайхана деген бар, бұл үй қала шетінде. Күндіз-түні тынбайды, білесің бе мұндайды? Пісіп ылғи ып-ыстық, тәтті тоқаш нан түрлі. Таңертеңнен жөнелер дүкендерге әртүрлі. Зор еңбекпен келетін, таппай дихан бір тыным. Өмірге нәр беретін, қадірле нанды бір тілім. Аян Нысаналин деген кісінің өлеңі екен, балалар. Тілім дегеніміз жұқалап кесілген, яғни нанның бір бөлігі екен. Өлең неліктен наубайхана деп аталған? Нан дастарханға қалай келеді? Үлкендерден нанды қалай пісіретінін біліп ал. Осы сұрақтарға жауап беріңдер, балалар. Енді ережеге қарайық, балалар. Нүкте, үтір, леп белгісі, сұрақ белгісі, сызықша, бұлар тыныс белгілері. Бұларды біз қай уақытта қолданамыз, балалар? Бұл белгілер бізде сөйлемнің ортасында, соңында, арасында кездеседі. Бұл белгілерді міндетті түрде жаттап аламыз, балалар. Келесі екінші жаттығуға назар аударайық. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Дастархан көркі нан. Наннан үлкен ас жоқ дейді. Әдемілеп көшіріп жазып аламыз, балалар. Және тағы екінші ережемізге қарайық. Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріптен басталып жазылады. Сөйлемнен соң не нүкте, не сұрақ белгісі, не леп белгісі қойылады. Яғни сөйлем аяқталған соң бізде нүкте, сұрақ белгісі, леп белгісі қойылады екен, балалар. Бұл ережені міндетті түрде жаттап аламыз. Үшінші жаттығу: суреттер бойынша көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып оқы. Бірінші: кім нан пісірді? Наубайханашы нан пісірді. Нанды неден пісірді? Нанды ұннан пісірді. Не қандай дәмді? Нан қандай дәмді? Осы сөйлемдерді осылай толықтырады екенбіз, балалар. Жақсы балалар, сау болыңдар. Каналға міндетті түрде жазылып алыңдар.